Сәлеметсіңдер ме балалар? 3-ші сыныптың 79-шы сабағы. Балалар, 52-ші жаттығуға назар аударайық. Текемет туралы мәтіндерді оқы дейді. Текемет бетінде түрлі түсті ою-өрнек басылған үй жиһазы. Бұл төсеніш түрі күрделі сатылардан тұратын пісіру әдісімен дайындалады. Жуылып, түтілген жүнді жайып, оның үстіне басқа түстерде боялған жүннен өрнек салады. Содан кейін оны сулап, пісіріп, бастыруға кіріседі. Текемет басу ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан дәстүр. Бұл мәлімет балалар бейнелеу өнері кітабынан алынған. Текемет енді өлім жолдары берілген. Біреуі жүн жаймалап, біреуі су себеді, енді бірі шиөр ап, жабылып бәрі тебеді. Ыстық су құйып үстіне, қатайсын деп қарпиды, шықты қиыз пісті де, сыннан өтіп сан қилы, оразақын асқар. Екі мәтіннің жанрын анықта. Көркем мәтін, ғылыми танымдық мәтін. Олардың ұқсастығы мен айырмашылығын тап. Текемет қай мәтінде нақты, қай мәтінде бейнелі сипатталған. Бірінші мәтін ғылыми танымдық мәтін, екінші мәтін көркем мәтін. Текемет бірінші мәтінде нақты, ал екінші мәтінде бейнелі сипатталған. 53-ші жаттығу. Оқы. Түбір сөздерді тәуелденген сөздермен салыстыр. Біздерге білек, білегім, моншақ, моншағым, қалық, қалқы, аспап, аспабым, тарақ, тарағы, әріп, әрпім. Түбір сөздер тәуелденгенде қандай өзгеріс байқадың? Бұл сөздердің жазылуын есіңде сақта. Тәуелділік жалғауы жалғанғанда түбір сөздің соңында қатаң қ, к, қ дыбыстары ұянға өзгереді. Добы дегенде п дыбысы, дыбысы жалғанған кезде п дыбысына айналды. Жүрек сөзіндегі к дыбысы соңғы жүрегі болып г дыбысына айналды. Яғни тәуелденгенде г дыбысына айналды. Қалақ сөзі тәуелділік жалғауы жалған кезде х дыбысы г дыбысына ауысты. Тәуелділік жалғау жалғанғанда кейбір түбір сөздердің жазылуы өзгереді. Мысалы, қалық деген сөзде қалқы, әріп деген сөзде әрпі. Яғни жазылуында өзгерістер болады екен. Осы тәуелденген сөздермен сөйлем құрастырып айтып көр дейді. Балалар, қалай өзгеретінін есте сақтаңдар. Ережені жаттап аламыз. Өзгерге, яғни тәуелділік жалғау жалғанғанда түбір сөздің соңында қатаң п, к, қ дыбыстары ұянға өзгереді. Елу төртінші жаттығу. Жақшадағы сөздерге тиісті тәуелділік жалғауын жалғап жаз. Біздің жақша ішінде қалық деген сөз берген бақытты дейді. Яғни біздің халқымыз бақытты, яғни көпше түрде жалғау жалғанды. Сенің дауыс естілмейді, яғни сенің даусың естілмейді. Екінші жақта жекеше түрде жалғанды. Менің уақытым болмады. Бірінші жақта жекеше түрінде жалғадық. Мемлекеттің мүлкін шашпа. Мүлкін. Үшінші жақта ораз емін жыбырлатты. Ерін деген сөзге жалғадық. Келесі жаттығу балалар. 55-ші жаттығу. Суреттің және тірек сөздердің көмегімен ісмер тақырыбына мәтін құрастырып жаз. Тақырып ісмер, тірек сөздер, түскиіз, бөлме қабырғасын сәндеу,
ұлттық жиһаз, ісмер, түстіршік, кестелеу, ұсақ моншақтар, алтын зерлі жіп, өрнек, сән беру. Құрастырған мәтініңнен тәуелдеулі сөздерді тауып, астынсыз. Ал енді мәтінімізді құрайық. Менің әжем бөлме қабырғасын сәндеу үшін түскиізді түсті жіппен кестелеп, ұсақ моншақтар мен алтын зерлі жіпті пайдаланды. Оған түскен өрнектер сән беріп тұр. Үйдің ішін ұлттық жиһаздарға толтырды. Менің әжем ісмер. Өнерлінің қол алтын деп бекер айтылмаған екен. Ал осы мәтіндегі тәуелдеулі сөздер балалар әжем, қолы, әжем деген 2 рет қайталанып тұр. Не балалар, біздің сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше. Достар, біздің арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.